Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен 5-ші сұрақтарға жауап беремін. Шыңғыс хан мемлекеті және ұлыстардың құрылуы. 12-ші ғасырдың аяғы мен 13-ші ғасырдың басында Моңғолия жерінде Қият Бөржігі тайпасының билеушісі Есугей Баһадүрдің баласы Темучин билік еткен ірі көшпелі мемлекет құрылды. Ол 20 жылға созылған қиян-кескі күрес барысында Моңғолияның бүкіл тайпаларын өз қол астына біріктірді. Егер бор Моңғолияның мен кенжекей тайпалардың көшпелі көпшілігі татар деген атпен белгілі болса, енді мемлекеттің нығаюына байланысты Моңғолия тайпалары өздері моңғолдар деп атай бастады. Бұл термин жинақтаушы этникалық саяси мәнге ие болды. 1206 жылы көктемде Темучинді жақтаушы моңғол ақсүйектері құрылтай жиналысы болып, онда ол Шыңғыс хан деген атқа ие болды. Моңғолдардың әміршісі болып салтанатты түрде жарияланды. Шыңғыс хан тұсында Моңғолия империясының алтыншысы Қарақорым болды. Моңғол мемлекеті әскери әкімшілік ұйым негізінде құрылды. Мемлекет аумағы 3 әскери әкімшілік аймаққа бөлінді. Әр аймақ бірнеше түменнен, түмен 10 мыңдықтардан, әр мыңдық 10 жүздіктен тұрды. Армия тәртібі мен жоғары әскери дайындығымен ерекшеленді. Моңғолия әскері басымдыққа жетуіне Шыңғыс ханның жауапты орындарға этникалық әлеуметтік шығу тегіне қарамай, батыл да іскер адамдардың қоюы көп әсер тигізді. Шыңғыс хан көздің тірісінде Олан байтақ жерлеріне өзінің бәйбішесі Бөртеден туған ұлдарына санына қарай 4 ұлысқа бөліп жер берді. Төлеге Моңғолияның өзін моңғолдардың тұрақты 129 мың адамдық армиясының 101 мыңын иеленді. Үгедейге Моңғолияның батыс бөлігі Жоңғар емес Шығыс Түркістан аймағын қарады. Шағатайдың иелігіндегі жерлер оңтүстік Алтайдан Әмударияға дейінгі, яғни Жетісу мен Мауреннахрды қамтыды. Жошының үлесі Ертістен батысқа қарай төменгі Еділге дейінгі жерді қоса бүкіл Шығыс Дешті Қыпшақты қамтыды. Екінші сұрақ. Алтын Орда мемлекетінің тарихы Ноғай ұлысы. Жошының мирас қоры Батый 1235 жылы империя астанасы Қарақорымда өткен құрылтайында Еуропа елдеріне жасалатын жорық әскерлерінің бас қолбасшысы болып тағайындалып, 1236-1242 жылдары жасалған жорықтар нәтижесінде Батыс Дешті Қыпшақ, Еділ бұлғарларын, орыс князьдіктерін, Польша, Чехия, Венгрия, тағы да басқа елдерін бағындырды. Ұлыстың шекарасын Еділден батысқа жылжытып, енді Алтайдан Дунайға дейінгі жерлер ұлыс құрамына енді. Осылайша 1242 жылы Алтын Орда мемлекетін құрады. 16 ғасырдың соңынан Алтын Орда болып құрылған мемлекет өз негізінде билеушілердің атымен Батый ұлысы, Берке ұлысы деп аталған мемлекет ұлысының жүйесінде құрылды. Орданың оң қанатында мемлекет орталығы орналасса, ал сол қанаты Жетісудың солтүстік-шығыс бөлігі Ертіс аймағы мен Ұлытаудан Қаратауға дейінгі жерлерді ағасы Орда Ежен басқаруына берілді. Ішкі ұлыстар өз кезегінде кіші ұлыстарына бөлініп басқарылды. Астанасы алдымен Сарайберке, кейін Сарайбату, потом Сарайберкеде орналасты. Берке ханның тұсында империя орталығынан Батый ханның кезінде қағаз жүзінде болса да тәуелділіктен толық дербестігіне қол жеткізді. Берке тәуелсіз мемлекетте ғылымды дамытуға күш салды. Иран, Египеттің ғалымдарды алдырып, мемлекеттік басқару жүйесіне білімді адамдарды жинады. Беркенің кезінде Алтын Орда мен Египет сұлтаны Бейбарыс арасындағы байланыс күшейе түсті. Алтын Орданың саяси жағынан мемлекеттік беделін көтеруіне зор үлес қосқан Тоқты хан болды. Ол Иран, Кавказ елдерімен сауда байланыстарын жандандыра түсірді.
Алтын Орда мемлекет Алтын Орда мемлекеті Мұхаммед Өзбек ханның және оның баласы Жәнібек ханның тұсында шарықтау шегіне көтерілді. Өзбек хан 1312 жылы ислам дінін мемлекеттік дін деп қабылдағаннан кейін экономика мен мәдени саналы дамуына үлес қосты. Сауда қатынастары Батыс Европа, Кіші Азия, Египет, Индия, Қытай мемлекеттеріне жүргізді. Алтын Орда мемлекетінің негізгі тірек күші жергілікті тайпадан тұрды. Нояндар аз уақыттың ішінде түріктеніп, кейін қазақ халқының құрамына кіре бастады. Қазақ мемлекетінің Алтын Орданың заңды мұрагері жалғасы екендігін көрсетті. Үшінші сұрақ: Моғолстан Әмір Темір жорықтары. Моғол хандығы осындай саяси бытырақылық жайлап жатқанда, Мауреннахрдағы билікті өз қолына алып күшейген Әмір Темір енді Моғолстанды жаулауға кіріседі. 16 ғасырдың аяғында Әмір Темір Моғолстан жеріне бас көтертпей жорықтар жасады. Алғашқы жорығы 1371-1372 жылдары болған. Ол жорықта Алланың Алмалық қаласына дейін жетеді, бірақ қалаға кірмейді. Жол бойындағы елді мекендер тонап, халықтың мал-мүлкін талан-таражға ұшыратып, көптеген тұтқын алып қайтады. Екінші жорықта 1375-1377 жылдары оңтүстік Қазақстан арқылы жүріп, Жетісудың Шарын өзеніне дейін жетеді. Моғол ұлысының басшысы Қамар ад-Динмен шайқасып, оны жеңеді. Қамар ад-Дин шығыс Түркістанға 3 тұрфанға қарай қашып құтылады. Әмір Темір Моғолстанға 1380-1390 жылдарында бірнеше рет жорық жасаған. Бұл жолғы жорықтарда бұл жорықтың жойқындығы соншалықты, Әмір Темір өзінің балаларының қолындағы әскерлермен қосқанда 120 мың адаммен аттанған. Әбілхайыр хандығы 1428-1468 жылдары. Ғылыми әдебиетте бұл мемлекеттің көшпелі өзбек мемлекеті деген аты да бар. 15 ғасырда 20 жылдарында Дешті Қыпшақ жошы ұрпағының арасындағы өзара соғыстарға байланысты Шайбани әулетінің саяси басымдылыққа қол жеткізіп, Ақ-Ордадағы билікті уақытша басып алуы нәтижесінде құрылған мемлекет. Ақ-Орда ханы Барақтың қазасы және Шайбанилік дәулет Шайх Оғланның ұлы Әбілхайырдың 1428 жылы билікке келуі Шайбани әулетінің мәртебесін көтереді. Әбілхайыр хандығының территориясы батысында Жайықтан, шығысында Балқашқа дейін, оңтүстігінде Арал теңізі мен Сырдарияның төменгі ағысына дейін, солтүстікте Тобыл мен Ертістің орта ағысына дейінгі жерлерді алып жатты. Астанасы алғашында Батыс Сібірдегі Тура болды, кейін 1446 жылы сыр бойындағы Сығанаққа ауыстырды. Әбілхайыр бастаған 40 жылдай уақыт ішінде елдің саяси жағдайында тұрақтылық пен тыныштық болмады. Шайбани әулеті басқарған ұлыстың өздері қарсылық көрсетті. 1446 жылы Мұстафа ханның әскерлері талқандады. Сол жылы Әбілхайыр хан Сырдария мен Қаратау бауырындағы Созақ, Сығанақ, Аққорған, Үзкент қалаларын басып алып, Сығанақты өз хандығының астанасы деп жариялады. Жошы әулетінің ішінде Орда Ежен хан, Орыс ханның ұрпақтары Керей мен Жәнібек Әбілхайырға қарсы шығып отырды. 1456-1457 жылдары ойраттармен болған шайқастарда жеңіліске ұшыраған Әбілхайыр елдің бірлігін қамтамасыз ете алмады. 1457-1459 жылдардан бастап Керей мен Жәнібек Әбілхайыр хандығынан кейін бөлінгеннен кейін Әбілхайыр
хандығы ыдырай бастады. Әбілхайыр ханның өлімінен соң мемлекет бірнеше ұлыстарға бөлініп кетті. Оны қалпына келтіру әрекетінің нәтиже шықпағаннан кейін, қазақтардан жеңіліс тапқан немересі Мұхаммед Шайбани темір әулеті биліктен тойдырып Мауреннахрға орнықты. Қазақ хандығы мәртебесін дала көсемдігін басым көпшілігі шолдайды.